Қайырлы күн, құрметті достар. 4 маусым Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер күні. Мемлекеттік рәміздер еліміздің тәуелсіздігі мен бірлігінің рухани құндылықтарының бірі. Осыған орай ашық аспан аясында қала тұрғындары арасында сауалнама жүргізетін боламыз. Ендеше Бізбен бірге болыңыздар. Сәлем қыздар, сіздерге бір сұрақ қойсам. Мемлекеттік рәміздер күні қай жылы қабылданды? 1992 жылы 4 маусымда. Өте дұрыс, керемет. Біздің мемлекеттік тудың авторы кім, білесіздер ме? Шәкен Ниязбеков. Өте дұрыс. Біздің мемлекеттік тудағы элементтер нені білдіреді, білесіздер ме? Бейбітшілік пен ашық аспанды. Өте дұрыс. Жауаптарыңызға рахмет. Біздің кітапханамызға тіркеліп, оқырманымыз болыңыздар. Рахмет. Әнұранымыздың авторларын білесіздер ме? Шәкен Нәжмеденов пен Шәмші Қалдаяқов. Өте дұрыс. Және рәміздерімізге не жатады? Елтаңба әнұран. Өте дұрыс. Осы уақытқа дейін кітап оқыдыңыздар ма? Иә. Қандай кітаптар ұнайды сіздерге? Комикс. Комиксінің ішінде қандай кітапты оқыдыңыз? Итбас. Өте дұрыс. Сіз қандай кітап оқыдыңыз? Мен Абай жолы роман кітабын оқуға бастағам. Өте қызық кітап, маған ұнады. Өте жақсы. Біздің Сәкен Сейфуллин кітапханасына келіп көргенсіздер ме? Жоқ. Біздің Сәкен Сейфуллин кітапханамыз бар. Мына жерде барлық адресі берілген. Келіп кітап оқысаңыздар болады. Қалай ойлайсыз, біздің мемлекеттік тудағы күннің қанша сәулесі бар? 32. Өте дұрыс. Және ол 32 сәуле нені білдіреді деп ойлайсыз? Байлықты, молшылықты, болашақтың жарқындығын білдіреді. Және біздің мемлекеттік туымыз не себепті көк түсті? Қалай ойлайсыз? Бейбітшілікті білдіреді деп ойлаймын. Өте дұрыс, жауабыңызға рахмет. Сіз Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханаға келгенсіз бе? Егер де келмесеңіз, кітапханамызға тіркеліп, тегін кітаптар алып оқысаңыз болады. Тұрақты оқырманыңыз болуға шақырамыз. Біздің мемлекеттік әнұранға өзгерістер қай жылы енгізілді? 2006 жылы. Өте дұрыс. Біздің мемлекеттік рәміздер нені білдіреді? Бұл тәуелсіздікті білдіреді, бір бостандықты білдіреді. Өте жақсы, жауабыңызға рахмет. Сіз осы уақытқа дейін қанша кітап оқыдыңыз? Жас кезінде оқыдым, қазір оқыған жоқ. Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханаға келіп, тіркеліп оқырманымыз болуға шақырамыз. Осы биыл 2026 жылы мемлекеттік рәміздерге байланысты біздің қоғамда қандай мәселелер кеңінен талқыланды? Бізде жалпы қазір мемлекеттік елтаңбаны жаңарту туралы мәселе қозғалған болатын. Өте дұрыс, жауабыңызға рахмет. Яғни мемлекеттік елтаңбаға өзгерістер енгізу туралы талқыланған болатын. Жақсы, тағы да бір сұрақ қойып өтсем сізге. Біздің мемлекеттік әнұран қай жылы қабылданды? 2006 жылы. Тамаша, жауабыңызға рахмет. Сіздің соңғы оқыған кітабыңыз қандай? Исабек Дулатовтың несі Гауһар тас. Сәкен Сейфуллин атындағы орталық кітапханасына тіркеліп, тұрақты оқырманымыз болуға шақырамыз. Егер де біздің мемлекеттік рәміздерге өзгерістер енгізілген болса, қандай өзгерістер жасауды ұсынар едіңіз? Өзгерудің өте қажет жоқ, сондай әдемі, сондай жақсы, көк аспан секілді. Пікіріңізге рахмет. Біздің мемлекеттік елтаңбаның ортасында не бейнеленген айта аласыз ба? Шаңырақ бейнеленген. Әрқашан шаңырағымыз биік болсын деген сөзді мағынаны білдіреді деп ойлаймын өзімнен.